Облыс әкімінің орынбасары Ерлан Аукеновтың төрағалығымен өткен өңірлік үйлестіру кеңесінің кезекті отырысы өтті. Онда бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша кәсіпкерлерге субсидия беру мәселесі қаралды. Бағдарламаның 3 бағыты бойынша кәсіпкерлердің сұранысы кеңес талқысына түсіп, олардың бәрі де қанағаттандырылды. Өңірлік үйлестіру кеңесінің отырысында қаралған алғашқы 2 жоба Мағжан Жұмабаев аудандағы кәсіпкерге тиесілі. Кәсіпкер бизнестің айналымы мен транспорт сатып алу үшін субсидия сұрап келіпті. Бизнестің айналымын толтыру мақсатында 36 айға 10 миллион теңге алып, оған 1 миллион 645 мың теңге субсидия сұрап отыр. Жоба арқылы мемлекет қазынасына 851 мың теңге құйылып, тағы да 3 жаңа жұмыс орны ашылады дейді. Үйлестіру кеңесі мақұлдайтын болса, Халық банкі қолдауға дайын. Общая сумма проекта составляет 34 миллиона 258 тысяч тенге. Екінші жобаның құны 34 миллион 258 мың теңге болса, кәсіпкерге 30 миллион теңге инвестиция қажет көрінеді. Яғни қалған 4 миллион теңге өз қаражаты. Несие мерзімі 60 ай және субсидия көлемі 8 миллион 487 мың теңге болса, 2015 жылдың 6 айына 1 миллион 455 мыңды құрап отыр. Ал бұл жоба арқылы мемлекет қазынасына жыл сайын 851 мың теңге түсіп отырмақ. Өңірлік үйлестіру кеңесінің шешімімен бұл 2 жоба мақұлданып, кәсіпкерге субсидия берілетін болды. Ал өркендеу групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі медициналық сауықтыру орталығын жолға қою үшін 40 миллион 477 мың теңге қажет. Алайда Дельта банк оның 28 миллион 720 мың теңгесін ғана береміз деп отыр. 3 жылда субсидия көлемі 5 миллион 385 мың теңгеге жетеді. Жоба арқылы мемлекет қазынасына жыл сайын 712 миллион теңге түсіп отырады. Қолға алынған медициналық орталықта гидроуқалау, мануальды терапия, емдік уқалау, емдік косметология қызметі көрсетілетін болады. Яғни бүгінгі күні көрсетіп келген қызметімізбен үйлестірмекпіз. Ал екінші жобамыз стоматологияға қатысты. Кеңес мүшелері тарапынан бұл жобада қажет деп табылып, бір ауыздан қолдауға ие болды. Облыс әкімінің орынбасары Ерлан Аукеновтың айтуынша, мемлекеттік бағдарламамен іске қосылып жатқан кәсіпорындарға жан-жақты қолдау білдіру қажет. Надо всех членов РКС на открытие новых производств просубсидированных под ЭКВ пригласить. Өңірлік үйлестіру кеңесінің мүшелерін субсидия мақұлданып, ашылғалы отырған өндіріс ошақтарына шақыру керек. Келесі аптада асфальт-бетон қоспасын өндіру жобасын ашылуы өтпек. Соған кеңес мүшелері де шақырылсын. Өйткені бұл мемлекеттік бағдарламасын сәтті іске асырылып жатқанының көрінісі. Бұл күні осы сынды 12 жобаға субсидия бөлу мәселесі өңірлік үйлестіру кеңесінің қарауынан өтіп, бәрі де мақұлданды. Өйткені оның барлығы да өңірдің экономикалық дамуына септігін тигізіп, жаңа жұмыс орындарының ашылуына себеп болмақ. Самат Сапаралы, Анатолий Белонок, ақпарат.